Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Менің есімім Мейрамбек Ағадилов. Киностудия Мейрам, Мейрам ТВ, Мастер Мейрам секілді әртүрлі каналдарының авторымын. Қазіргі таңда біздің барлық каналдарды қосқан кездегі подписчиктер саны 1 миллионнан асып кетеді. Және мен YouTube тренерімін, адамдарға YouTube'тан ақша табу жолдарын көрсетіп, каналдарын дамытумен айналысам. Өткен жолғы тігіншілерге арналған видеода комментарияның ішінде врачтар, яғни дәрігерлер қалай ақша тапса болады YouTube'тан, сол туралы сұраған болатынмын. Өздеріңіз білесіздер, мен барлық комментарияларды оқимын, сондықтан да комментарияларға өз ойларыңызды, сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Егер де сол жерде жауап берем, немесе видео етіп осылай жауап беретін болам. Ал енді врачтар қалай YouTube арқылы ақша табады? Оған мен жай ғана басқа дәрігер мысалға келтірем. Ол басқа ютубер дәрігердің, қазір солай айтатын болдық, ютубер деп қосып өткені YouTube арқылы ол жай ғана табысын 10 есе, 20 есе, 100 есеге арттыратын мүмкіндік бар қазір. Ол үшін мен мінекей уролог Олжас Иманғалиұлы атты урологтың каналын мысалға келтірем. Бұл кісі әртүрлі видеолар түсіреді өзінің урология мәселесі бойынша. Тура осылай сіздер де өзіңіздің видеоларыңыз түсірсеңіз болады. Қандай мамандықтан сіз өзіңіз кәсіпсіз, экспертсіз, нені жақсы меңгересіз. Яғни бұл жерде бұл кісі өзінің мамандығы бойынша әртүрлі өзінің кеңесін YouTube-ға салып айтып отырады өзінің көрермендеріне. Және ол шын мәнісінде бүйтіп қарап отыратын болсақ, просмотрлары көп емес, оның 5000 болуы мүмкін, 6000 болуы мүмкін, 10000 болуы мүмкін. Енді қызық деген мәліметтер тағы бір 500.000, 600.000-ға баруы мүмкін просмотрлар. Ал шын мәнісінде бұндай авторлар 1000 просмотрның өзінен айына миллиондаған теңге табуда. Енді именно бұл кісінің мен интервьюін көрдім өткенде бір каналда. Жай ғана осы YouTube-қа видеоларын, ақылдарын айта отырып, өзінің жеке консультациясына адам қабылдайды. Яғни өзінің клиникасы бар, ол клиникаға адамдар келеді. Яғни оның бірінші YouTube-тан видеосын көреді, ол шынымен эксперт екеніне көз жеткізеді, одан кейін барып оның клиникасына келіп консультация алып ем қабылдайтын болады. Яғни көрермен уже түсінді, сенді, бұл шынымен бұл кісі шынымен өзінің маманы екені. Тем более қазір карантин уақытында адамдарға дәрігерлер ауадай қажет. Өткенде де өзінің басынан өтті. Бір кісіге, бір таныс кісіме, өте жақын адамға қатты дәрігер керек болып қалды. Бірақ табан астынан сондай эксперт табылмады. Бірақ соның YouTube каналы немесе басқа да парақшасы болатын болса, өзінің экспертісін дәлелдейтін, мен ол кісіге хабарласып, қанша ақша болса да төлеп, кәдімгі шақыратын ем вызовқа да. Бірақ онда адам табылған жоқ, сондықтан да бұл тема әлі бос, яғни дәрігерлер YouTube арқылы әлі көптеген миллиондар ақша таба алады, оны дамыта алады. Одан бөлек бұл кісінің мақұл түсінікті клиникасы бар, немесе басқа да қаражаты, мүмкіндіктері бар. Бірақ сізде әлі ондай мүмкіндік жоқ, бірақ сіз тек қана YouTube каналдан ақыл кеңестер бере отырып, платный консультация бере аласыздар. Жекеңізге парақшаңызға жазады, сайтыңызға, немесе парақшаңызға, почтаңызға жазады, WhatsApp-ыңызға жазады. Бірақ көп адам мазалай бермесін десеңіздер, жай ғана почтаңызды беріп қойсаңыз болады, немесе одан кейін сол консультацияларды 5000 теңге, 10.000 теңге секілді консультация бағасын белгілеп қойып, сөйтіп консультация беріп отырсаңыз болады. Ол көп болмайды, шын мәнісінде 1000-ақ просмотрыңыз болады, бірақ соның ішінде 5-ақ адам консультацияға жазылады сіздің видеоңызды көріп, шынымен тема жақсы түсіне деген, осы кісі жақсы түсіне деген бұл темада деп сізге хабарласып, почтаңызға жазып, жеке консультацияңызды алатын болады. Арнайы немесе Google форма бар, Google форманы өткенде менің каналымда айтқан болатынмын, қалай толтыру керек туралы. Мінекей, мұғалім күніне 5000 теңге табу құпиясы деген видеода айтқан болатынмын. Мен мына жерде көріп тұрсыздар ғой, осы жерде Google форманы қалай толтырасыз, сол туралы айтқан болатынмын. Яғни ол Google формаға адам кіргеннен кейін тура осы менің астымдағы не сияқты болып тұрады, форманы қалай толтыру, мінекей бүйтіп дайын форма тұрады, оны жасау тегін. Осы жерге атын, проблемасын, телефон нөмірін жазады, және сіз өзіңіз хабарлассаңыз болады оған. Сіз менің консультацияма жазылған екенсіз, ақысы мынандай болады, мен кәсіби голыма аударыңыз, одан кейін сіздің проблемаңыз шешіп берем деген секілді скрипт құрып қоясыз, және сол YouTube-тағы видеоңыз арқылы күніне минимум 5000 теңге тауып отыратын боласыз.
күніне 5000. Бір видео салатын болсаңыз, бір адам консультацияңызға жазылады. Қазір мысалы, жай ғана мен мысалымды алатын болсақ, қаншама үлкен компаниялар, қаншама үлкен бизнесмендер менің видеоларымды көріп, мен каналымды дамытып берші, немесе бана мен видеолардың оптимизация жасап берші деп хабарласады. Әр оптимизацияны, әр каналдың стратегиясын құру 20-30 мың теңге минимум тұрады. Мысалы, біздің компанияның услугаларды, немесе біздің супер ютуберс командасына қосылады. Ол жерде әртүрлі YouTube арқылы дамудың білімдерін алады. Оның ақысы қазір бізде 10 мың теңге. Яғни мен бір видео салатын болсам, бұл узкий специализация, узкий тема болғандықтан мен бір видео салам, және менің темам тура сіздердің темаларыңыз сияқты узкий специализация болады. Яғни именно сонымен қызығып жүрген, сол проблеманы шеше алмай жүрген адамдар кіріп көреді. Оның просмотры көп болмайды, өйткені ол көңіл көтеретін контент емес. 1000 болады, 2000 болады. Бірақ әр видеодан артынша түсетін заявка саны 10-20 заявка. Яғни бізде супер ютуберс командасының тұратын чаттар бар, мысалы 20-30 чат болуы мүмкін. Яғни ол әр чатта мысалы әр чатында адамдар мысалы соған қатысқан үшін ақы төлейді. Және сол арқылы өзінің білімін, проблемаларын шешеді, сол арқылы олар ақша табады. Тура осылайша сіз өзіңіздің темаңыз бойынша видеолар түсіріп, сол проблеманы шешу үшін сізге хабарласатындай форма заявка жасай аласыз. Барлық ойлайды, YouTube каналдарының авторлары основном просмотрдан ақша табады деп. Шын мәнісінде мінекей сіздерге енді құпия дейтін құпия емес, оның барлығы білет. Шын ашық тікелей жолы YouTube арқылы миллиондар табудың тікелей жолдары осы. Қандай мамандық бойынша болса да ол жүзеге асырылатын нәрсе. Және егер де видео ұнаса лайк басыңыздар, және комментарияға кез келген сұрақтарыңыз туса, комментарияға жазыңыздар. Мен барлығын оқимын. Келесі видеода кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым енді қайт